Баршаңызға сәлем достар. Бүгін каналымда сіздермен қазан тазалаудың ең оңай әдісімен бөлісемін. Міне мына қазанды жақсылап жуып ағартып алатын боламыз. Ол үшін біздің ыдысымыз сиятындай үлкен көлемдегі ыдысты алып, су толтырып қайнатамыз. Осы судың үстінен кез келген 5 ас қасық порошок, 5 қасық ас содасын, 5 қасық сұйық май және бір кірсабынды турап немесе үткіштен өткізіп жіберсеңіздер болады. Достар, егер дақ, май тиген полотенце болса, осы суға қазан салмастан бұрын полотенцеларды салып жарты сағаттай қайнатып алсаңыздар, олар да өте таза, әдемі болып қалады. Барлығын жақсылап араластырып, біздің қазанымыз толығымен батып тұратындай етіп, ішіне салып қоямыз және жуатын сковородканы да салып қоятын боламыз. Примерно 25-30 минут қайнатамыз. Мен жарты сағаттан соң қарап көрдім. Қазанның крышкасында салып қойған болатын. Шетіндегі майлары өте оңай алынып жатыр. Және одан кейін сковородканың астын қарап көрдім. Губкамен тексеріп, міне ол да көріп тұрғандарыңыздай өте оңай кетіп жатыр. Ары қарай жақсылап ысқылап жусам болды. Қазанды да тексеріп көрдім пышақтың көмегімен. Міне оңай ғана алынып жатыр. Қазанның асты да жууға дайын болып қалыпты. Уже ортасы өзі қайнаған суда өзі жаңағы ағарып қалған және шет-шетін пышақпен қарап көрген өте оңай жуылып жатыр. Міне достар, ыдысымды жақсылап жуып ағартып алдым. Өте таза, жылтырлаған күйге келді. Міне достар, мынау қазанның жуылмаған күйдегі сыртқы ішкі түрлері осындай. Ал жуғаннан кейін осындай таза әрі әдемі болып қалды. Сіздер де осы әдіспен қолданып көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.